Түркияның президенті Режеп Тайип Ердоғанның Парсы шығанағы елдеріне 3 күндік турының соңғы аялдамасы Біріккен Араб Әмірліктері болды. Ердоған Абу-Дабиде мемлекет басшысы Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаянмен кездесті. Екі ел арасында энергетика, көлік, инфрақұрылым және қорғаныс өнеркәсібі сияқты әртүрлі салаларда 50,7 миллиард долларлық 13 келісімге қол қойылды. Жоғары деңгейдегі стратегиялық кеңес құру туралы шешіммен екі ел арасындағы қатынастар стратегиялық әріптестік деңгейіне көтерілді. Режеп Тайип Ердоғанға Біріккен Араб Әмірліктерінің ең жоғарғы медалі Заид мемлекеттік ордені берілді. Сапар барысында Аль Нахаянға ток отандық түрік көлігі де сыйға тартылды. Аль Нахаян Ердоғанды ток көлігімен тоқтаған қонақ үйіне дейін апарды. Өткен күндерде Керч көпіріне шабуыл жасаған болатын Мәскеу Украинаны айыптады. 2 күн қатарынан Ресей Одесса мен Киевке зымыран мен дрон арқылы соққы берді. Ресей қорғаныс министрлігі шабуылдарды кек алудың алып соққысы деп сипаттады. Украина шабуылдардың салдарынан 60 мың тонна астық жойылып, астық экспорты инфрақұрылымы қатты зақымданғанын айтты. Киевтің мәліметінше мақсат Украина астығының ұзақ мерзімді перспективада порттан жөнелтілуіне жол бермеу. Ресей Қара теңіз астық дәлізі туралы келісімді ұзартпау туралы шешім қабылдағаннан кейін әлемдік бақ бұл процесті мұқият қадағалауда. Американдық Newsweek журналы Түркия президенті Ердоғанның дағдарысты шешудегі рөліне назар аударды. Ресейдің өз шарттары бар екен айта отырып, Newsweek журналы Киев пен Мәскеу тағы да Ердоғанның қолдау үшін күресіп жатқанын атап өтті. Журнал оқырмандардың алдына Зеленский мен Путин Қара теңіздегі Ердоғанның қолдау үшін күресуде деген тақырыппен шықты. Жаңалықтарда Украинаның президенті Зеленский Түркияға хат жібергені туралы да еске салынды. Жаңа Зеландияда қарулы шабуыл болды. Шабуыл салдарынан 2 адам қаза тауып, 5 адам жарақаттанды. Шабуылдаушы өлтірілді. Бұл мәселеге түсініктеме бере отырып, Жаңа Зеландияның премьер-министрі Крис Хипкинс шабуылдың лаңкестік акт болып саналмайтынын мәлімдеді. Кубок матчтары жоспарланғандай басталды. Бүгін Кипрдің бітімгершілік операциясына 49 жыл толады. 1974 жылғы 15 шілдеде полковник Никос Сампсонс түріктерді Кипрден жоюға тырысты. Ол Кипрді Грекиямен байланыстыру мақсатында қырғын ұйымдастырып қанды төңкеріс жасады. Түркия дереу халықаралық ұйымдарды араласуға шақырды. Нәтиже болмаған соң Түркия өзінің кепілдік құқығын пайдаланып аралдың істеріне араласты. Түркия Кипр аралынан түріктерді өшіргісі келетіндерді талқандады. Аралда түрік армиясының операциялары нәтижесінде бейбітшілік орнады. Бітімгершілік операциясы кезінде 498 түрік сарбазы және 1672 Кипр түріктері қаза тапты. Кипрлік түріктер өздерінің егемендік теңдігін қалпына келтірді.